Шелзи арнасы танымал болмастан бұрын өзінің ең алғашқы видеороликтары Майнкрафт ойыны, яғни телефондағы ойында түсіріп бастаған. Шелзи арнасы танымал болмастан бұрын ол дизайнер болып қазақ мыкпеда өзінің нүктесін қалдырып кеткен. Сәлем достар, сіздермен Флейнди, және бүгінгі видеороликта бізде Шелзи арнасы танымал болмастан бұрын видеоролигі болады. Ал пока шағын ғана реклама. Ал достым, сен өзге сапалы керемет контент іздесең, толмейсіз сендерге достар Марвидегі мен топовый дизайнерін досын досынам. В общем, бұл YouTube постап давайте Флейндиден келін деп соңғы видеоролигін жазып кетейік, и мен сіздерге бесплатный перс деп беретін боламын. Так что арнасын тіркелейміз, колокольчик басамыз, ал біз видеомызға кеттік. Шелзи арнасы немесе Нұрсұлжан Мырзаханұлы Қазақстан Республикасы Нұр Сұлтан қаласында тұра, және ол жасы 18-де. В общем, сіздерге белгілі 100 000 подписчигі бар ютубер. Шелзи арнасы дамастан бұрын интернетті қуыса да датчадан келіп кетіп болсын видеороликтарын түсіріп, хайповать етіп жүрген болатын. Шелзи арнасы Free Fire мен ғана хайповать етпеген Minecraft Pocket Edition деген оймен хайповать еткен. В общем, ол бомждеки сериал түсіріп 40 000-дай подписчик жинаған болатын. Шелзи арнасы дамастан бұрын ол еңбек етіп өзінің ПК-сын алған, яғни ол 3-4 каналына видеороликтер түсіп, монетизация қосып сатып, және дизайн болып, превью сатып, ава шапка сатып, өзінің армандағы ең керемет компьютерді сатып алған. Еңбек етсең ерінбей, тойды қарын тіленбей деген мақал Шелзиға арналған сияқты. Итак, достар, ол мыкпеде жай ғана түсіре қоймай, сол жақта ойнап, даже GTA ойын түсірген. Шелзи дизайнерлік жолын компьютерден емес, андроидтан бастаған. Я достым, ол сен сияқты қарапайым қазақтың баласы, даже соткасы сенен нашар болған, бірақ ол еңбек етіп өзінің армандағы компьютер сатып алған. Ал егер сен де еңбек етіп сол сияқты күнінде видеороликтер түсіріп мақсатыңа жетсең, то сен де Шелзи сияқты атақты ютубердің қасына жататын боласың. Шелзи адал дос қана емес, даже ол керемет мотивация береді. Ол мотивация бергенде мен видеороликтер түсіріп кәдімгідей дамып кетіп Шелзи сияқты мақсатыма жеткім келеді. Және де Шелзи өзінің ошибкасын басқа біреулер қайталамас үшін өзінің ақылын айтып, бірге жеңістерін, бүкіл заттарын бөлісіп отырады. Шелзи Майнкрафт ойнап жүрген кезде One Team немесе One Wolf сияқты кландары ашқан. Даже достар ол фамилида болған. Сол One Team, Wolf, One Wolf деген гильдияларда, то есть кландарда мен болғам. Және Шелзи мен танысып, ол мені тартып, мен оған превью үйретіп, достар сол кезде аралас бастағам. Және Шелзидің үлкен деген айтайын, достар, сразу айтайын, Шелзи маған үлкен көмектескен ютубта даму үшін. В общем, Шелзидің арқасында мен Майнкрафт ойнап жүрген кезде дамыған болатынмын. Сол үшін Шелзиға үлкен рахмет, өйткені менде Майнкрафт ойындағы ютуберлардың арасында жатқан болады. Шелзи Майнкрафт Pocket Edition қазақ комьюнити және орыс комьюнитиде өзінің стилін құраған. Соның арқасында бүкіл ютуберлар қазірге дейін соның стилін қолданып келеді. Даже орыстар, қазақтар уже сол стилді сатып алып, және сатып бастаған болатын. Егер Шелзи осы превьюді әкелмегенде, ешкімде ондай превью болмайтын еді. Сол кездерде маған Шелзи айтып отыратын, шіркін, мен осындай стилді құрасам ғой деп. Но достар, бір жыл өткеннен кейін Шелзи өзінің стилін құрап, ең топовый дизайнердің бірі атанған болатын. Және достар, Шелзидің сыйластығы деген просто 100% сыйластық. Өзінен 2 жасар кіші болса да брат деп сөйлеп, үшін достар, Шелзи өзінің кішкентай балаларды да, үлкен адамдарды да сыйлайды. Сол үшін оған респект. Ал достым, видеоролигім соңына жетті. Егер сен Шелзи жайлы кішкене болса мағлұмат білсең, то обязательно арнаға тіркеліп, лайкты басып, колокольчикті басып, комментарий жазып, любой комментарий жазып кетсең, достар, мен сіздерге үлкен рахметімді айтар едім. Именно сен менің каналымның дамуына себепкер болып жатсың. Давай дружно лайк басып, комментарий жазып, осы видеороликті достарыңа жібер. Ал келесі видеороликті кімнің болғанын қалайсыздар? Обязательно комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерім Флейнди. Пока-пока. Чао.